Негізі соңғы интернетте шулап жүрген видеоны көрдік, және де түрік бауырымызға қосыламыз. Өйткені дұрыс, Қазақстанда тұрып қазақша сөйлеу керек. Біріншіден, ана тілінде сөйлемеген адам, білмеймін, өз тілін сыйламайды дегенмен бір дейді. Дұрыс. Сен мысалға қарасың, Америкаға барасың, сен ағылшын тілін үйренесің, дұрыс қой. Солай да сен Қазақстанға келдің, қазақ тілін біл. Мен бір банкке барсам, дүкенге барсам, қазақша сөйлесем, неғып маған қазақша жауап бермейді. Ол ұялу керек, өз ана тілін білу керек, ұялу керек, өз ана тілін насихаттау керек, басқаларға үйрету керек. Енді қазақ болғанымен басқа ұлттың өкілі деп естідік. Сол басқа ұлттың өкіліне мен орысша сөйлеймін деп, мен орысша сөйлегім келеді деп жауап бермеу керек. Біліңдер, ана тілін білмеген ақылы жоқ жерітпас, ана тілін сүймеген халқының сүйі жарытпас. Сол үшін ана тілін сүйіп, ана тілін құрметтеп насихаттаңыздар, достар.